Апа, сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Жақсы қарағым. Наурыз құтты болсын. Құтты болсын, Наурыз апа. Бұрынғы ата дәстүрі кигіз басуды мына жүн тұтып кигізді басуды саған көрсетейін деп отырмын қарағым. Осы бір керкі қылып жайып, осының үстіне содан кейін ыстық суды сеуіп, одан кейін шиге орап, оны аударып төңкеріп, домалатып, 1,5 сағат, 1 сағаттай істеп, одан кейін оны жазып, ішін ашып, шиден алып, одан кейін білекпен аунатып істеп, әбден еғанып болғысан, жүн кигізді күнге шығарып кептіріп қояды. Бұл кигіздің тағы бір түрі, боялған жүнімізді шерпақтап иіріп, шерпақтап домалатып жасап, осыған мүйіз қылып жасап, текемет сияқты, текемет дейміз. Ой өрнек қой, Ой өрнегін саламыз, содан осының үстіне жаңағы кигіз басқан сияқты болғанда солай су сеуеміз, содан шиден аламыз. Бұның шетіне бұрынғы заманда қыздарына жасағанда қыз баласына арнаған текеметтің шетіне қыз баланың атын қояды. Сонда оны текемет дейді, ол кигіздің бір түрі болады балам. Мен мынаны қазір ой қылып жасайсың да осылай кигіздің үстіне қоямыз. Қазақ салт дәстүрге бай халық. Әйтсе де қазіргі уақытта көп жерде қолданылмай ұмытылып бара жатқан дәстүрлер бар. Олардың бірі осы киіз басу десек қателескеніміз емес. Дегенмен киіз басу деген оңай орындала салатын іс емес. Ауа райына ыңғайлы мезгіл жаз айларын пайдаланып, машақаты көп жұмысты әйелдер атқарған. Күш пен шыдамдықты талап ететін жұмысқа үлкен дайындықпен кіріскен болатын. Кезінде әр үйдің төрінде көретін киізді қазір біз көрмеден немесе мұражайдан көретін болдық. Киіз басу қазақ қолөнерінің өзге ұлттан ерекшелігінің негізі болып саналады. Сондықтан да баға жетпес бұл құндылықты біз сияқты жастар дәріптеп насихаттап отыру қажет деген ойдамын.